Менің әжем бар еді. Ол бәліш пісігенді өте жақсы көретін. Күнде таңертең тұрып, ол бізге ең тәтті бәліштерін беретін. Мен ең тәтті бәліштерді жеп қатты рахаттанатын. Ол бәліштер өте дәмді еді. Әжем күнде таңертең әртүрлі бәліштер пісіреді. Олардың бәрі де тәтті. Ата-анам оны да жақсы көреді. Олар да бұл бәлішті өте қатты жақсы көреді. Әкем бұның рецебін білгісі келеді. Бірақ әжем ешқашан бұның рецебін айтқан емес. Бірде анам екеуміз бір жаққа бардық. Сөйтіп қайтып келсек, үйде ешкім көрінбейді. Тіпті әжем де. Әжем күнде үйде болатын. Әкем қарапайым газет оқып отыр. Оның еш нәрседе шаруасы жоқ. Мен ас үйден бір дауысты естідім. Ол әжем деп ойлап, мен ас үйге бардым. Сөйтсем әжем екен. Әжем тағы да бір тәтті бәліш дайындатты. Ол бәліштің түрінен оның қандай дәмді екені көрініп тұрды. Және өте қатты ыстық бәліш еді. Мен оны жеуге асықтым. Оның түрі өте әдемі еді. Бірақ ол маған бір тілімін бергенде, ол жақ өте қорқынышты болды. Бірде бір қол атып шықты. Мен қатты айқайладым, жыладым. Ол қол өте қорқынышты. Және ас үйге анам келді. Мен әже қайда? Оның бәлішіне не болды? Сабыр ет балам. Әжең жоқ. Әжең 3 күн бұрын қайтыс болды.